Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге Жаңға дауа арнасы. Осыдан біраз уақыт бұрын Құрқылтайдың ұясының адам денсаулығына пайдасы туралы видео салған болатымын. Сол видеоның астында бір-екі пікір келген екен. Ол пікір бойынша мен бүгін видео түсіріп жатырмын. Құрқылтайдың ұясын мен өзім де қолданамын. Үнемі ангинам қабынып ауырған кезде видеода көріп тұрғандарыңыздай, осы Құрқылтайдың ұясын пайдаланғалы біраз уақыт болды, сәл ескіріп қалды енді. Осы Құрқылтайдың ұясына құйрық май, не болмаса тоң май, кәдімгі тамаққа қолданатын, соларды салып, одан кейін кішкене ысытып аламын. Қатты тамақ күйіп қалмайтындай, жылылығы біраз басымырақ болатындай болған кезде оны тамағыма орап тастаймын. Тамағыма орағаннан кейін, шамамен 10-15 минуттан кейін жылуы кетеді. Сол кезде алып қараған кезде ангинамның сыртындағы бүкіл суықты тартып, қызартып жібереді тамағымды. Шамамен 1-2 күн қолданам, 1-2 күннен кейін ангинам жақсарып кетеді. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, ақпарат пайдалы болды деген сенімдеміз. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз.